Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз дүниежүзі тарихы 8-ші класс бойынша, екінші Б бөлімі бойынша Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Азия елдері. Сабақтың тақырыбы Сунь Яценнің 3 қағидаты Қытайды қалайша өзгертті. Әзірлеуші Садыров Әділхан Ақбайұлы, Үрмаш Тіктібаев атындағы номер 24-ші орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі, Қызылорда облысы Қазалы ауданы. Бүгінгі сабақта Қытайдың әртүрлі салалардағы өзгерістерде Сунь Яцен бағдарламасының рөлін бағалау мақсатын басшылыққа алдым. Тақырыпқа зер салатын болсақ, 20-шы ғасыр басында қытайлық Цин әулеті елді бірнеше еуропалық мемлекет пен Жапонияның жартылай отарына айналдыратын шарттарға қол қоюға мәжбүр болды. Шетелдік монополияның үстемдігі ұлттық өндірістің дамуын тежеді. Ауыл шаруашылығы экономиканың негізгі секторы болып қала берді. Шаруалар жерді жалға алған үшін помещиктерге жоғары салық төледі. Халықтың жағдайы ауыр және көтерілістер жиі болды. Қытайда билік дағдарысы қарқын алды. Елде монархияны құлатуды жақтайтын революциялық ұйымдар пайда болды. Осы кезеңнің көрнекті қайраткері Сунь Яцен. Сунь Яцен қытайлық саяси және мемлекет қайраткері. Гаминдан партиясының негізін қалаушы. Оған 1940 жылы қайтыс болғаннан кейін ұлт әкесі атағы берілді. Ол Қытайдағы монархияға қарсы революцияның теоретигі және практигі болды. 1911-1912 жылдары Синхай революциясы мен 1925-1927 жылдардағы ұлттық революциядан кейін үкіметтік реформалардың негізін құрған үш халықтық қағида бағдарламасын жасады. 1911 жылы 10 қазанда Учанда оңтүстік және орталық Қытай халқы қолдаған жауынгерлер көтерілісі басталды. Сунь Яцен Қытай Республикасының уақытша президенті болып жарияланды. Қытайдың солтүстігі Цин әулетінің билігінде қала берді. Біз бұл тақырыптан қандай ой түйдік? Яғни Сунь Яцен нақты күшке ие бола алмай, өзінің президенттік қызметін ықпалды генерал Юань Шикайға беруге мәжбүр болды. Юань Шикай революцияның демократиялық идеяларына опасыздық жасайды және 1912 жылы елде әскери диктатор орнатты. 1916 жылы қайтыс болғаннан кейін жергілікті әскери топтар билікті басып алып, елдің саяси бірлігі жоғалды. Осы кезде Қытайда екі революциялық партия пайда болды. 1912 жылы құрылған біріншісі ұлттық Гаминдан партиясы, екіншісі 1921 жылы құрылған Қытай коммунистік партиясы. 1920-1921 жылдардың бірінші жартысында Қытайда шағын үйірмелер құрылып, 56-дан 60-ға дейінгі мүшелері болды. Елдегі марксизмнің басты насихатшылары профессор Чен Дюсю мен Ли Дачнао болды. 1921 жылдың жазында Коминтерн бастамасымен Шанхайда Қытай коммунистік партиясының құрылтай съезі өтті. 7 марксистік үйірмеден 12 адам қатысады. Жартылай астыртын жағдайда жүргізіліп, съез әртүрлі саяси қозғалыстар, ынтымақтаспауға, кәсіподақ ұйымдастыру, пролетариаттық саяси сауатын ашу, реакцияға қарсы толқуларға қатысу міндеттерін қойды. 1922 жылы екінші съезде Коминтерннің қысымымен Қытай коммунистік партиясы Гаминданмен бірге ұлттық демократиялық майдан құру туралы шешім қабылдайды. Себебі Мәскеуде Сунь Яценнің болашағы мол одақтас ретінде көзқарас қалыптасқан болады. 1923 жылы ақпанда Сунь Яцен қайтадан оңтүстікке оралып, үкіметті басқарып, өзінің партиясын Қытай коммунистік партиясымен бірлесе қимылдауға бағыттаған қайта ұйымдастыру жұмыстарын жүргізді. Бірақ та Гаминданның оңтүстік қанаты оны қатты сынға алады. Олар
сыртқы күшке сенген болатын. Қытай коммунистік партиясы оңтүстік аудандарда жұмыс істейтін болды. Көктемде Гуанчжоуға көшірілді. 1923 жылдың қазанда Сунь Яценнің өтініші бойынша КСРО саяси көмекші ретінде оңтүстік үкімет қарамағына сол кездегі белгілі большевик қайраткерлері Бородин, Павлов, Блюхер және болашақ революциялық армияның кадрларын дайындайтын әскери мамандар тобы келді. 1924 жылдың басында Гуанчжоуда Гаминденнің бірінші съезі өтіп, онда Қытай коммунистік партиясымен бір майдан құру туралы шешім қабылданды. Съез шешімінде Сунь Яценнің үш халықтық принципіне жаңа трактовка берілді. Тарихи деректерге сүйенсек, Сунь Яценнің үш халықтық ұстанымы ұлтшылдық дегеніміз енді Қытайдағы шетелдік қанаудың жойылуы және барлық ұлттар теңдігі, демократизм, халыққа тең құқықтық пен теңдік қамтамасыз ететін мемлекеттік құрылыс құру, халық игілігі, шаруаларға жер бөліп беру, жұмысшыларды әлеуметтік қорғау. Ұлтшылдық Қытайдың бірінші міндеті, Цин әулетін құлату және Қытай үкіметіне оралу. Біз мынадай қысқа тұжырым жасауымызға болады. Ұлтшылдық манжур бөтен әулетінің құлауы және Қытай басқаруын қалпына келтіру, халық билігі монархиялық құрылысты жою, халық әл-ауқаты жерді мемлекет меншігіне алу, жер құқығының теңдігі. Жалпы алғанда жаңа трактовкада үш халықтық принцип Гаминденнің саяси бағдарламасын, Сунь Яцен дүниежүзілік саяси ойларға өз үлесін қосты. Ол үш халықтық принциппен 5 билік конституциясын ұсынады. Үш халықтық принцип ұлтшылдық, халық билігі және халық игілігі жүзінде негізделді. Конституциялық идеясы мінсіз демократиялық мемлекет осы 5 негізгі билік түрімен жүзеге асады. Заң, қылмыс, атқарушы, таңдаулы және бақылау. 1925 жылдың жазында 1925-1927 жылдардағы ұлы революция деп аталған бірқатар іс-шаралар басталды. Буржуазиялық демократиялық революцияның міндеттері егемендікті қалпына келтіру және Қытайдың бірігуі, аграрлық мәселені шешу, азаматтарға демократиялық құқықтар мен бостандықтар беру болды. 1925 жылы Сунь Яцен бастаған Кантон үкіметі өзін бүкіл елдің үкіметі деп жариялады. Оның басшылығымен Гаминден мен коммунистер елді біріктіру және демократиялық қайта құру үшін күресті бастады. Кеңес одағы Сунь Яцен үкіметіне қаржылық және әскери көмек көрсетті. 1926 жылы Қытайдың солтүстік провинцияларында басқарушы генералдарға қарсы солтүстік жорық басталды. Біріккен әскери күштерді генерал Чан Кайши басқарды. Ол Сунь Яцен қайтыс болғаннан кейін Гаминден партиясының жетекшісі болды. Чан Кайши елдің солтүстігіндегі ірі қалаларды Шанхай, Нанкин және Пекинді басып ала алды. 1927 жылы Чан Кайши мемлекеттік төңкеріс жасап, өзін үкімет басшысы деп жариялады және коммунистік партияға тыйым салды. Бұл Гаминденді қолдаушылар мен коммунистер арасында азаматтық соғыс туғызды. 1931 жылы Жапон әскерлері Манчжурияға басып кірді, ал 1937 жылы жаппай Қытай-Жапон соғысы басталды. Шетелдік агрессияға қарсы ұлтшылдық пен коммунистер азаматтық соғысты уақытша аяқтап, анти-жапондық майданға бірікті. Қазіргі таңда Сунь Яцен құрметіне мавзолей мен Қытайды біріктіретін үш халықтық қағидат лозунгы бір жерде орналасқан. Тайвань аралына тиесілі Цинмен қаласында ескерткіш орнатылған. Құрметті білім алушылар, ұсынылған тақырып бойынша білімімізді қорытындылап жіберейік. Бірінші тапсырма бойынша кластер құру арқылы жұмысқа мән берейік. Негізгі шартын басшылыққа ала отырып, Сунь Яценнің өмір сүрген жылдары, туған жері, алған білімдері, құрған ұйымдары, атқарған жұмыстардың нәтижесі туралы нені білдіңіздер? Қандай мәліметті еске сақтадыңыздар?
дескрипторды негізге алып жауап берейік. Құрметті білім алушылар, өздеріңіздің жауаптарыңызды слайдта көрсетілген дұрыс жауаппен салыстырыңыздар. Номер 2 тапсырма арқылы жұмысқа мән беріңіздер. Негізгі шартын басшылыққа ала отырып, мәтінге негізделген Сунь Яценнің ұлтшылдық принципін қарастырып, Қытайды осы принцип қалай өзгерткені туралы қорытынды жасайық. Бірінші, үш халықтық принцип қалыптасу себептерін көрсетіңіздер. Екінші, қытайлық қоғам өміріндегі принциптер жүзеге асыру жайлы куәліктерді туралы баяндаңыздар. Қытай қоғамындағы өзгерістерге баға беріңіздер. Дескрипторды негізге алып жауап берейік. Үш халықтық принцип қалыптасуының бірінші, екінші, үшінші себептерін анықтаңыздар. Қытайлық қоғам өміріндегі принциптер жүзеге асыру жолдарын көрсетіңіздер. Қытай қоғамындағы өзгерістерді бір-екі мысалмен негіздеп бағалаймыз. Енді өздеріңіздің жауаптарыңызды слайдтағы жауаппен тағы да салыстырып көріңіздер. Құрметті білім алушылар, сабақты қорытындылай келе, Сунь Яценді тек ұлы ойшыл ғана емес, ұлы қоғам қайраткері ретінде саналады, оны нақты саясат Конфуций деп те атайды. Осы кезде Қытай қоғамында радикалды көзқарастар күшейе түсті. Қытайды тәуелсіз ұлы державаға айналдыру, ішкі не сыртқы болсын шетел державаларынан тәуелді болмау қағидаты ұстанды. Бұған объективті түрде қызығушылық танытқан Қытай ұлттық буржуазиясы болды. Олар мемлекеттің дамуына кедергі болып отырған шетелдіктердің қысымы екендігін көрді, түсінді. Құрметті білім алушылар, енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс беріп көрейік. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жыры жүрек. Ыстық қайрат еңбектену арқылы не алдық? Нұрлы ақыл, ақылымызға қандай мәліметтер қостық? Жылы жүрек, жүрегімізбен нені сезіндік? Тыңдағандарыңызға көп рахмет.